бізде бір қыз болды. Жазылды, уақыты келді, ол қыз кірмейді. Прям жолда тұр, кірмейді. Жылайды, мүлдем кіргізе алмады мамасы. Солай біз 20 минут далада тұрдық. Сосын мен өзім жалғыз шықтым. Мен де психологпын ғой. Баламен кішкене жаңағы байланыс орнату үшін бала прям ни в какой протест, мүлдем қарым-қатынасқа түскісі келмейді, жылайды. Сонымен мамасымен келісіп, біз айттық, бала енді осындай болып тұр, енді баланың жағдайы, бірақ біз баланы көруіміз керек қой. Сондықтан сіз бір апта бойы күнде келіп отырасыз бізге. Күнде келіп отырасыз. Мен баламен күнде өзім шығып сөйлесіп отырам, чтобы бала хотя бы мен кішкене қарым-қатынасқа түсті. И біз солай бастадық. Бала 4 күн бойы келді. 4-ші күні уже біздің жаңағы мекеменің есігіне кірді. Сосын 5-ші күні обследованияға кірді. Енді ПМБК-да өзіңіз болдыңыз ғой, бізде комиссия болған кезде комиссия мүшелері жаңағы басқа неде отырады, бала, то есть комиссия мүшелерін көрмейді. Ол баланың жаңағы толық ашылу үшін жасалған мүмкіндік қой. Сондықтан бала ол жерде мені ғана көрді. Ол кейін енгізілген ғой, бұрында көріп отыратын бала. Иә, бізде бұрыннан бар. Бала басқа адамдарды көрмегеннен кейін мені 5 күн бойы көргендіктен уже ашылып тапсырмаларды орындай бастады.